Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Біз бүгін сіздермен Present Simple негізгі етістіктермен сөйлем құрастыру жолымен танысатын боламыз. Жалпы негізгі етістіктер дегеніміз не және ол қалай жасалады. Алдымен біз сіздермен I, you, we және they есімдіктермен танысатын боламыз. Жалпы Present Simple дегеніміз не? Present Simple ол күнделікті қайталанатын іс-әрекетті және шындықты факт туралы айтқан кезде Present Simple'ды қолданамыз. Енді неге I, you, we, they есімдіктер? Себебі бұл есімдіктермен етістік ешқандай жалғаусыз бірдей жазылады. Және бізде үшінші жақ бар, біз онымен келесі сабақ танысатын боламыз. Мысалы, мен таңертең сағат 7-де тұрамын. Значит, бұл күнделікті қайталанатын іс-әрекет. I get up at 7 o'clock. Келесі, сендер, you, мысалы, сендер таңғы асқа балық жейсіңдер. You have fish for breakfast. You have fish for breakfast. Немесе, келесі сөйлем, біз әр жұма футбол ойнаймыз. We play football every Friday. Яғни әр жұма сайын біз футбол ойнаймыз. Қайталанатын іс-әрекет. Келесі, олар кешкі асқа күріш жейді. They have rice for dinner. They have rice for dinner. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, іс-әрекет күнделікті қайталанады, немесе шындықты фактіні айтқан кезде қолданамыз. Бұл бізде affirmative деп тұр, яғни сөйлем болымды түрде. Енді дәл осы сөйлемдерді біз қазір болымсыз түрге айналдырайық. Енді болымсыз түр, present simple negative деп тұр, яғни negative дегеніміз болымсыз. Болымсыз түрде біз қалай жасаймыз? Және біз айттық, I get up at 7 o'clock. Мен сағат 7-де тұрам. Енді мен сағат 7-де тұрмаймын. Сөйлем болымсыз. Болымсыз сөйлем бізде do көмекші етістігі арқылы жасалады. Яғни do көмекші етістігіне біз not жалғаймыз, және біз оны қысқартып don't деп қолданамыз. Don't. Мысалы, мен сағат 7-де тұрмаймын. Don't қайда қолданылады? Бұл негізгі етістіктің алдына жазылады. I don't get up at 7 o'clock. At 7 o'clock. Мен сағат 7-де тұрмаймын. Яғни негізгі етістік get up. Get up-тың алдына біз don't болымсыз көмекші етістігін қоямыз. I don't get up at 7 o'clock. Келесі мысалға келетін болсақ, сіздер таңғы асқа күріш жемейсіздер. You don't have rice for breakfast. You don't have rice for breakfast. Келесі мысал, біз әр жұма футбол ойнамаймыз. We don't play football every Friday. Және соңғысы, олар кешкі асқа күріш жемейді. They don't have rice for dinner. Болымсыз сөйлем негізгі етістіктің алдына көмекші етістік қойылу арқылы жасалынады. Яғни don't деген көмекші етістік қойылу арқылы жасалынады. Енді
Келесі сұрақ сөйлемге айналдырайық. Бұл неше сұрақ сөйлем қалай жасалады? Сұрақ сөйлем do көмекші етістігімен жасалынады. Ендеше мен таңертең сағат 7-де тұрамын ба? Жалғастырайық. Do I get up at 7 o'clock? Мен сағат 7-де тұрамын ба? Жауап береміз. Я, сен 7-де тұрасың. Yes, you do. Yes, you do. Егер жоқ десек, no, you don't. Яғни көріп тұрғандарыңыздай жауап біз do-мен қойылады. Do арқылы жауап береміз. Yes, you do. No, you don't. Я, сен 7-де тұрасың. Немесе жоқ, сен тұрмайсың. Келесі мысал. Жалғастырамыз. Сендер таңғы асқа балық жейсіңдер ма? Do you have fish for breakfast? Do you have fish for breakfast? Жауап береміз. Я, біз жейміз. Yes, we do. Жоқ, біз жемейміз. No, we don't. Жоқ, біз жемейміз. Келесі сұрақ. Біз әр жұма сайын футбол ойнаймыз ба? Do we play football every Friday? Жауап береміз. Я, біз ойнаймыз. Yes, we do. Немесе жоқ, біз ойнамаймыз. No, we don't. Байқағандарыңыздай сұрақ do көмекші етістігімен қойылады. Жауап бергенде дәл солай жауап бересіздер. Yes, we do. No, we don't. Келесі, олар кешкі асқа күріш жейді ма? Do they have rice for dinner? Жауап береміз. Я, олар жейді. Yes, they do. Жоқ, олар жемейді. No, they don't. No, they don't. Жалпы болымды, болымсыз және сұраулы түр present simple'да сөйлемдер осылай жасалады. Мен сіздерге әдеттегіндей сабақтың соңында тапсырма қалдырамын. Осы тапсырманы мұқият орындап, жауаптарын комментарийға қалдырсаңыздар болады. Немесе өздеріңіз жазып дайындауларыңызға болады. Сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басып комментарий қалдырсаңыздар болады. Келесі кездескенше достар, сау болыңыздар.